Сәлем достар, сіздермен бірге мен Леди Каусар, және бүгінгі видео бізде глоуап болады. Я достар, өте ерекше әрі қызықты видео болайын деп тұр, сондықтан ары қарай көріңіздер. Және бірінші былай айтқанда өзгеріс, изменение, ол мен шашым, яғни мен шашымды қырықтым. Бұл каскад, менде уже укладкам кетіп қалды, но все же, не суть. Осындай алдымда челка бар, және осылай, короче, типа лесенка болып кесілген, қырқылған. Маған өзіме шашым өте қатты ұнайды, бірақ кейбір кезде челка мешает. Вот. А так, қысқа шаш, бұл енді впервые осындай қысқа шаш. Мен бұрында бүйтіп шашымды қырып көрмеген, мен тек қана ұшын ғана қырқам. Бұрында менің шашым ұзын болатын, бұрынғы ұзындықты былай айтқанда менің бұрынғы видеоларымнан көрсеңіздер болады. До этого болған видеолардың барлығы осындай ұзын шашпен, ал қазір қысқа шаш, каскад. Өзіме өте қатты ұнайды, жеңіл болды, шашым былай жүргенде сезілмейді. Сіздерге қалай менің шашым, солай қойып кетіңдер. Және келесі өзгеріс, ол менің қасым. Былай қарағанда особо байқалмайды, ну, типа сдалека. Алыстан қарағанда байқалмайды, былай өзіме байқалады. Және достар, бүгінгі видеода мен толықтай мектепке дайындалып, яғни айтқандай глоуап. Бұл дегеніміз өзгеріс, яғни мектепке қарай өзгеріс. Және бүгінгі видеода мен сіздерге еще кеңестер айтамын әртүрлі, сондықтан соңына дейін көріңіздер. Бірінші кеңес, достар, ол бір күн бұрын, яғни бірінші қыркүйекке дейін өздеріңізге күн бөліңіздер, яғни тек мысалға кешке, 31 күні кешке өзіңізге уход жасайсыз, бетіңізге, шашыңызды жуып, укладкаңыз дейсіз. Нет, укладка 1 сентября. Шаштарыңызды жуып, өзіңізге бөлек күн уақыт бөлесіз. Сол арқылы өздеріңізді әдемірек сезінетін боласыздар 1 сентябрь күні. Бетке уход дегенде мен обычно өзіме осындай бетке арналған маскар істеймін. Или осындай өте эстетичный, эстетик маска. Да. Өздеріңізге әртүрлі беттеріңізге маска істесеңіздер, беттеріңіз өте увлажненный, ылғал болады. Сол арқылы өздеріңіздің беттеріңізге свежесть береді. Осындай маскалар немесе патчи қойсаңыздар болады. Мен патчиді 1 сентября күні қоямын. Если что, 1 сентября влог болады. 1 сентября патчи қоямын, ал бүгін мен осындай маска қоямын бетіме, чтобы бетім увлажненный болу үшін. Келесі кеңес ол бір күн бұрын, яғни 1 сентябрьға бір күн бұрын киімдеріңізді, рюкзактарыңызды дайындап қойыңыздар. Сіздерге бұл өте қатты көмектесетін болады. Және сіздер 1 қыркүйек күні линейкаға кешікпей сол дайын тұрған киімді киіп барасыздар. Достар, мен 1 қыркүйекке киетін киімімді алдын ала дайындап қойған болатым. Бұл менде осындай сарафан және осы жылы алған рубашка, тағы галстук. Достар, Back to School'дың бірінші бөлімінде мен сіздерге қоңыр түсті жилетка көрсеткен болатымын, және сол видеода жақында темно-синийін аламын дегенмін. Міне осындай темно-синийін алдым. Әрине, менің рюкзагымда дайын тұр. Бұл рюкзакты мен сіздермен бірге жинаған болатынмын. Ол видеоны да көріп кетсеңіздер болады. Ссылкасы описаниеда. Мен өте әдемі болдым, достар. Қазір мен масканы аламын. Ол прям мұрның жағы прям сухой. 3, 2, 1.
жүру керек па? 2000 years later. Так, достар, мен бетімді все жудым. Көріп тұр, что мен бетімді жудым. Қазір мен заколкаларды поставим. И все. Я прям чувствую то, что типа изменения бар, что я бетім типа увлажненный. Ал қазір достар, мен сендерге өзімнің типа макияжымды көрсететін боламын. Ең алдымен шашымды қыстырғышпен жинап алайын дедім, себебі маған ыңғайсыз болатынын білдім. Бұл макияжды мен даже макияж деп айта алмаймын, себебі бұл жақта жай әшейін крем для лица, ондай туш, ондай қолданбаймын. Себебі мен естественный болғанын жақсы көремін. Бетіме крем жағып болғаннан кейін мен қасымды укладывать етемін. Менде осындай обычная щетка для бровей, осымен істеп шығамын. Ал енді кірпігіме көшеміз. Негізінде бізде туш бар, бірақ мен бірінші қыркүйекке мектепке қолданбаймын, тек бір жаққа шыққанда. Енді осындай бір зат тағамын, атын точно білмеймін. Осымен кірпігімді көтеремін, ал содан кейін гель для бровейді жағатын боламын. Ол да маған сондай кірпігіме эффект береді. Кірпігім көтеріліп тұрады, как будто туш жағылған сияқты, бірақ более естественнее көрінеді. Бұл да осындай типа лайфхак. Және соңынан мен осындай обычный бальзам для губ жағамын ерніме, оның үстінен сосын блеск для губ жағамын. Міне достар, мен осындай макияж істеген болатынмын. Бұны мен даже макияж деп айта алмаймын, только бетіме крем жақтым, қасым, кірпік, и то это не туш, и ерін. Все. Бұл видеода мен шашыма укладка істемеймін, потому что ол бүгін істесем, потом ертең жатқалады, так что ертеңгі влогта мен сіздерге не укладка жасағанымды көрсетемін. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер сендерге бұл видео ұнаса, әрине лайк қойып кетіңдер, каналға жазылып кетіңдер. Сіздерге бұл глоуап видеосы қалай? Мен бірінші рет бұндай видео түсіріп тұрмын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің арнама тіркеліп, қасында колокольчикті басып кетіңіздер. Өйткені оны бассаңыздар, сіздер менің жаңа видеоларымды көресіздер. Сондықтан да колокольчикті де басыңыздар. Жаңа влогтар көп шығады, сондықтан да арнама тіркеліп кетіңіздер. Всем пока!